Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде екі өлеңге разбор. Біріншісі «Ты мой цветочек», сосын «Ғашықпын саған» деген екі өлеңге разбор болады. Енді екеуі де қысқа өлеңдер, сол үшін екеуін бір өлеңге қосайын деп шештім. Бірінші «Ты мой цветочек» деген өлеңде 4 аккорд қолданылады. Бірінші аккорд Em, сосын C, үшінші аккорд G, соңғы аккорд D. Қағысы шестерка. Төмен заглушка, екі рет жоғары, заглушка жоғары. Әр аккордта бір реттен қолданылады. Енді орындап көрсетейін. Ол жерде каждый аккордты соңғы буынға түсіріп отырамыз. Ты мой цветочек, твой милый ангелочек, пригрей меня разочек, прижми к своей груди. Осылай әр аккордта бір қағыс қолданылып. Ал енді екінші өлең «Ғашықпын саған» деген өлеңге оның аккордтары DM, G, C, AM, F, сосын EM, сосын қайттан AM. Немесе соңғы AM-ды қолдансаңыздар да, қолданбасаңыздар да өздеріңізге қарай. Оның да қағысы шестерка. Орындап көрсетейін. Ол жерде соңғы ортасында кездесетін сөздің екінші буынына түсіріп отырамыз. Ғашықпын саған, болса да бәрі жақсы, қажетсің маған, бірге таңымыз атсын, сені сүйем, сөзіме менің сен. Соңындағы AM аккорд тек концовкада ғана керек болады, немесе еммен де аяқтасаңыздар болады. Енді екеуі де осылай оңай өлең, немесе оны терумен де перебормен орындасаңыздар болады. Бұл негізі перебормен орындайтын кезінде ритмін четко ұстасаңыздар ғана былай шығады, ал негізі былай перебормен онша келмейді. Ал енді разбор осылай, ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, келесі қандай өлеңге разбор керек, соны да жазып өтіңіздер.